Welcome достар, бүгін біз сиырдың сирағынан сорпа дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге сиырдың сирағы керек. Бізде адам аз болғаннан кейін мен жарты ғана сирақты алдым. Оны мен жуып алып, әдемілеп тазалап, қайнаттым. Қайнағаннан кейін оның көбігін аламыз. Көбігін алып, ең баяу отта 7-8 сағатқа қайнатамыз. Біз жаңағы қайнап жатқан сиырдың сирағының үстіне осынша ноқат саламыз. Бұл ноқатты мен қазір жуып, сосын қайнап жатқан сирақтың үстіне саламын. Жатыр. Енді мен оған немізді саламыз, ноқатымызды саламыз. Енді бұның біз тұзын көреміз. Бұл сорпа негізінен аяғы сынған, суставтары ауыратын кісілерге кальций ретінде больницада да беріледі. Мен енемнің аяғы сынғаннан кейін осы сорпаны жиі дайындаймын. Сорпаны құр өзінде ішуге болады, болмаса ноқат салып, тойымды тамақ ретінде пайдалануға болады. Көрдіңіздер ме, қаншама май. Бұдан только сорпасы мен жаңағы сирақтың өзінің етінен холодец жасасаңыздар да болады. Мінекей, біздің тамағымыз дайын. Прям мынау езіліп тұр. Қасықпен де алып жіберсеңіз болады. Одан кейін мінекей ноқатымыз да езіліп тұр. Осылайынан күшті сорпа істеп ішсеңіздер болады. Дайындап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гаухар.